Бұл видеода біз тригонометрияның негізгі есептерін қарастырамыз. Синус, косинус, тангенс функцияларын қолданып теңдеулерді шешу және өрнектерді ықшамдау жолдарын үйренеміз. Тригонометрияның маңызды ережелерін талдап, оларды қалай қолдануға болатынын түсінеміз. Бастайық. Тригонометриялық өрнектер. Бірінші есепте бізде косинус квадрат альфа, котангенс квадрат альфа және тангенс альфа берілген. Бұл есептерге бізде керек формулалар: 1 қосылған котангенс альфа тең 1 бөлінген синус квадрат альфа. Сондай-ақ косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең 1-ге. Және тангенс альфа бізде синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфаға тең. Осы 3 формула бізде негізгі формулалар. Осы формулалар арқылы біз деген осы өрнекті шешетін боламыз. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай косинус квадрат альфа жалғастырамыз. Сондай-ақ 1 бөлінген, нәже 1 қосылған котангенс квадрат альфаның орнына біз 1 бөлінген синус квадрат альфаны қоямыз. Сонда осы жақшаны жабамыз, оны тангенс альфаға бөлеміз. Ендігі 1 бөлінген синус квадрат альфа бізде синус квадрат альфаны береді. Сонда косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа бөлінген тангенс альфа бізде тең болады. Мына екінші формулаға жүрінсек, бізде косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа, ол бізде 1 де береді. Сонда бізде қалады 1 бөлінген тангенс альфа. Және де тангенс альфа синус альфа бөлінген косинус альфа екенін білеміз. Сонда тангенс альфаның орнына біз синус альфа бөлінген косинус альфаны қоямыз. Сонда бізде қалады косинус альфа бөлінген синус альфа. Ендігі вариант ответтерді қарасақ, бізде косинус альфа бөлінген синус альфа деп бермеген. Бірақ та С вариантында бізде котангенс бөлінген альфа бар. Біз білеміз, тангенс альфа бізде синус альфа бөлінген косинус альфа. Сонда косинус альфа бөлінген синус альфа бізде котангенс альфаны береді. Өйткені котангенс альфа тангенс альфаға керісінше мән болып келеді. Яғни котангенс альфа тең 1 бөлінген тангенс альфа. Немесе косинус альфа бөлінген синус альфа. Сонда біздің жауабымыз С варианты. Бізде өрнекті ықшамдау. Ықшамдаған кезде алдымен формулаларды есімізге түсірейік. Бұл жерде біз көріп тұрғанымыздай жақшаның ішіне пи әріптері берілген. Пи деген бізде 180 градусқа тең. Сондай-ақ бізде осындай градус берілсе, осы формулаларды еске сақтау керекпіз. Яғни синус мысалға пи бөлінген 2, яғни 90 градус қосылған х болса, бұл жерде біз косинус х-ге тең мәнді береді. Осы формулаларды енді еске түсіріп, біз ары қарай есепті шығарамыз. Ендігі сондай-ақ бізде косинус жұпсан екенін есімізге түсірейік. Косинус жұпсан болғандықтан, егер косинус жақшаның ішінде минус сан болса, ол плюс санды береді. Яғни косинус минус х бізде косинус х береді. Алайда синус минус х болса, бізде ондай жүзеге аспайды. Өйткені бізде синус тақ сан. Сондықтан минус синус х-ге тең болады. Және де бізде тағы да бір білу керек формула. Бұл жерде егер косинус а минус косинус б мәні бізде минус синус а қосылған б бөлінген 2 және синус а минус б бөлінген 2-ге тең. Енді осы формулаларды еске алған соң орындарына қойып шығайық. Мысалға бізде өрнекте синус 0,5 пи қосылған х бар. Бұл бізде пи бөлінген 2-ні береді. Сондықтан
Бұл жерде біз косинус x-ті қоямыз. Ал косинус пи минус 3x-ның орнына бізде минус косинус 3x-ті қоямыз. Бірді солай жазамыз. Минус косинус минус 2x бізде косинус 2x-ті береді. Енді көріп тұрғаныңыздай, бізде алымында косинус x минус косинус 3x-ті беріп тұр. Бұл дегеніміз біздің соңғы формула бойынша қоятын болсақ, 2 синус 3 қосу 3x қосу x бізде 4x, оны 2-ке бөлеміз, сондай-ақ синус x минус 3x бөлінген 2. Осыда 1 минус косинус 2x. Енді шарық. 2 синус 2x синус минус x. Міне бөлімінден 1 минус косинус 2x беріп тұр. Бұл да біздің білу керек бір формуламызға жатады. 1 минус косинус 2x бізде 2 синус квадрат x-ті береді. Сонда бұлар біздің маңызды формулаларымызға жатқызамыз. Ал бөліміне жазамыз мәнін. Сонда бізде мұна жерде минус 2 мен қысқарады. Мұна жерде синус квадрат x деген, мұна жерде синус x пен қысқарады. Сонда мұна жерде бөлімде жай синус x қалады. Ал алымда синус 2x. Бұл жер көріп тұрғаныңыздай, мұна жер минус болды. Ал мұна жерде синус минус x болғандықтан минус пен минусты көбейтсек, бізде плюсқа айналады. Сондықтан мұна жерде плюс сан болып тұр. Және де бізде сонда қалып тұрған сан, ол синус 2x бөлінген синус x. Бұл бізде синус 2x бөлінген синус x бізде 2 косинус x-тің мәнін береді. Неге? Өйткені бізде тағы бір синус 2x-тің өзінің формуласы бар. Яғни синус 2x-тің формуласы бізде 2 синус x көбейтілген косинус x. Осы жерде көріп тұрғанындай, бізде мысалы синус 2x бөлінген синус x деп жазсақ, бұл жерге синус 2x-тің орнына осы формуланы қоя саламыз, яғни 2 синус x көбейтілген косинус x. Осы жерде синус x пен синус x қысқарады. Бізде қалып тұрған сан, сонда мен 2 косинус x. Сонда біздің екінші сұрағымыздың жауабы 2 косинус x. Яғни жауап Д. Бізде бұл жерде синус пен косинус берілген. Жалпы тригонометриялық есептерді шығарғанда, бізде ең бірінші есепті шығару барысында бізде формулаларды еске сақтау керек боламыз. Соның бірі ол деген синус пен синусты бір-біріне көбейткенде. 2 синус А дейік, сосын синус Б дейік. Бұл формула бізде косинус А минус Б. Және минус косинус А плюс Б-ны береді. Яғни біз деген косинус А минус Б мен косинус А плюс Б-ны біз формуласын білеміз. Осы бойынша біз деген синус А көбейтілген синус Б-ның формуласын тауып тұрмыз. Бұл бізде білу керек формулалардың бірі. Ендігі осы 4 синус 25 градус, синус 65 градустың орнына осы формуланы қоятын болсақ, бізде, яғни синус 4 синус 25 градус көбейтілген 65 градус. Көріп тұрғанымызда бізде формулаларда 2 деген сан бар, бізде 4. Сондай 4-ті 2-ке бөлсек, бізде 2 қалады. Өйткені біз 2-ні, яғни осылай 2 синус 25 градус және синус 65 градус. Осыны біз формулаға қоямыз. Бізде 2 қалады мына жерде.
формулада бізде косинус, яғни а минус б, яғни 25 минус 65, ол бізде минус 40 градусты береді. Және де минус екеуін қосамыз, 25 плюс 65, 90. Сонда бізде қалып тұрған есептің жауабы, бізде алдында айтып кеткендей, косинус 90 деген бізде пиді береді. Яғни бізде сонда мына жақшаның ішінде осындай болып тұр қазір. Косинус пи қосу 40-ты беріп тұр. Бізде білетіндей косинус пи қосу x бізде косинус x-тің өзін береді. Сондықтан бұл жерде қалып тұрған сан бізде 2 косинус 40 градус. Мына жерде көріп тұрмыз, мына жерде минус сан болғандықтан, сондықтан бізде ол плюсқа айналып кетті. Мына жерде минус минус плюс. Сонда бізде қалып тұрғанымыз алымда бізде 2 косинус 40 қалып тұр. Ал бізде өлшемнің өрнектің берілген қарасақ, бөлімінде косинус 40. Сонда косинус 40 градус пен косинус 40 градус қысқарады. Бізде жауабы 2 шығады. Сонда біздің есептің жауабының Д варианты. Есеп өрнектерді ықшамдау. Бұл жерде көріп тұрғанымызда бізде косинус 4 альфа қосылған косинус 2 альфа. Бір белгілі формула бар, яғни косинус альфа қосылған косинус бета бізде тең болады 2 косинус альфа қосылған б бета бөлінген 2 көбейту косинус альфа минус бета бөлінген 2. Ал егерде бізде деген косинус альфа минус косинус бета болса, бізде керісінше синус қолданылады. Мысалы жазып көрейік. Косинус альфа минус косинус бета болса, бізде бұл жерде минус 2 синус альфа қосылған бета бөлінген 2 көбейту синус альфа минус бета бөлінген 2. Осы формуланы бізге жаттап алу керек. Осы екі формуланы, яғни бізде деген берілгенде бірінші формула берілген, осы бірінші формуланы қолданайық. Егер орындарына қоятын болса, косинус 4 альфа қосылған косинус 2 альфа, осы формулаға қоямыз. Сонда бізде 2 косинус 4 альфа қосылған 2 альфа 6 альфа бөлінген 2 көбейту косинус 4 альфа минус 2 альфа 2 альфаны береді, бөлеміз 2-ге. Сонда бұл жерде бізде шығады 2 косинус 3 альфа косинус альфа 2 косинус 3 альфа косинус альфа бөлінген косинус 3 альфа. Осы жерде косинус 3 альфа мен косинус 3 альфа қысқарады. Бізде қалады 2 косинус альфа. Сонда біздің есебіміздің жауабы 2 косинус альфа. С варианты. Бізде өрнекті ықшамдау. Көріп тұрғанымыздай бізде деген косинус альфа және синус альфа берілген, және косинус альфа мен косинус альфаны көбейтіп, сосын синус альфа мен көбейтіндісінің қосындысы. Бізде алдымен белгілі формулаларды есімізге түсіру керекпіз. Мысалғы, бізде осындай формула бар. Синус альфа қосылған бета, синус альфа косинус бетаға көбейтіндісі қосылған косинус альфа синус альфаға тең. Ал керісінше синус альфа минус бета болса, бұл жердегі сандар сол минусқа өзгереді. Яғни мына жердегі қосу минус, а мына жерде қосу минусқа айналады. Сонда тап осы мәнге тең. Ендігі айырмашылық тек бізде косинуста бар. Косинус альфа қосылған бета болса, бізде бұл тең дегеніміз косинус альфа қосылған көбейтілген косинус бета минус синус альфа көбейтілген синус бета. Ал косинус альфа минус бета болса,
бізде керісінше косинус альфа көбейтілген косинус бета, а мына жерде бізде плюс мәні болады. Синус альфа көбейтілген синус бета. Ендігі осы формулаларды еске түсірген соң, осы есепті шығарып көрейік. Бірінші есепті көріп тұрғанымызда косинус альфа және косинус альфа бөлінген 2. Ал содан кейін синус альфа көбейтілген синус альфа 2. Сонда бізде беріп тұрген өлшемдер ол альфа мен альфа бөлінген 2. Мына формулаларға еске қарайтын болсақ, бізде бұл формула деген осы үшінші формуланы есімізге түсіреді. Сонда мына бізде альфаның орнында бізде альфа тұр, ал беттаның орнында бізде альфа бөлінген 2 болып тұр. Қарайық. Өйткені мысалға косинус альфа көбейтілген косинус альфа бөлінген 2 қосылған синус альфа көбейтілген синус альфа бөлінген 2. Сонда бізде тең болып тұр косинус альфа минус альфа бөлінген 2-ге. Ал альфа минус альфа 2, яғни бұл жерде көріп тұрғанымыздай азайтатын болсақ, орта бөлшекті береміз. Мына жерде астында 2 болады. 2 альфа минус альфа. Сонда бізде жауап шығып тұр косинус альфа бөлінген 2-ге. Сонда біздің бұл өрнегіміздің жауабы косинус альфа бөлінген 2. Немесе косинус 0,15 альфа. Жауабымыз С варианты. Есеп бізде тангенс альфа берілген. Осы жерде тангенс альфаны бізге табу керек. Бізде тек синус аның мәні берілген. Сондай-ақ а деген 90-нан жоғары және 180-нен кіші деген мәндерге ие бола алады деп жазылған. Алдымен бізде білу керек нәрсе, осы шеңберді сызайық. Тригонометрия шеңберін. Бұл жерде білеміз, мынау бізде 0 градус. Сондай-ақ 0 градустан 90 градусқа жүреміз. 90 градустан 180-ге, 180-нен 270-ге. Содан 270-тен 360-ға деп арғай жалғасып кете береді. Егер осы косинус x-тің шеңберді қабылдайтын болсақ, біз білу керек нәрсе, ол косинуста 0-ден 90-ға дейінгі сандар әрқашан плюс мәнді береді. Алайда 90-нан 180-ге сандар минус мәнді, ал 180-нен 270-ге дейінгі мәндер минусты, ал 270-тен 360-ға дейінгі мәндер плюсты береді. Сондай-ақ бұл тек қана 360 градусқа дейін емес. Мысалы біз деген бұл шеңберді айналдыра аламыз. 360-ты тағы да 90-ға қоссақ, бұл жер 450 градусты беру мүмкін. 450-ді 90-ға қоссақ, бұл 540 градусты береді. 540-ты 90-ға қосатын болсақ, бұл 630 градусты. 630-ты тағы 90 қоссақ, бұл 720 градусты беретін болады. Яғни біздің дөңгелек осылай айналай береді. Осылай айналай бергенде осы мән болса, бұлар плюс мәнді береді, ал мына мәндер бізде минус мәнді береді. Синус мәнде бұлар ерекшелік мәндер басқаша. Яғни бұл синусты сызатын болсақ, синуста 0-ден 90-ға дейін бұл да плюс мәнді береді. Алайда 90-нан пиға дейінгі мән бізде плюс, бірақ 90-нан 270-ге дейінгі мәндер минус, 270-тен 2 пиге, яғни 360 градусқа дейін минус мәнді береді. Осылай тағы да айналып жүре береді. Ал котангенс пен тангенстің мәндері бірдей, сондықтан оларға бір дөңгелек сызамыз. Котангенс және тангенс x. Қарасақ, котангенс тангенс x 0-ден 90-ға дейінгі мәндері бірдей, бірақ 90-нан пиға дейінгі мәндері минус болады. Ал пидан 270 градусқа дейінгі мәндері плюс, ал 270-тен 2 пиға дейін мәндері минусты береді. Яғни плюс, минус, плюс, минус. Осылай айналып жүре береді. Осы шеңберді біз есімізге сақтап алу керекпіз. Сол кезде біз деген қандай мәндерде косинус плюсқа,
қандай мәндерде синус минусқа, плюсқа болатынын біле аламыз. Осыны есімізге түсіргеннен кейін есепті шығарайық. Бізде бұл көріп тұрғанымыздай синустың мәні берілген. Синус А бізде 5 бөлінген 13-ке тең. Және А бұл жерде 90-нан үлкен, бірақ пидан кіші. Осы жерде тангенсті табу керек. Біз білеміз, тангенс бізде синустың косинусқа қатынасын береді. Осы жерден сонда бізге тек косинусты табу керек. Және де біз косинус квадрат А-ның синус квадрат А-ға қоссақ, бізде бірде беретін білеміз. Сонда бізде мына жерде синустың мәні бар. Осы жерден косинусты табайық. Сонда косинус квадрат А бізде 1 минус синус квадрат А-ның мәніне тең. Бұл дегеніміз косинус квадрат А тең 1 минус 5 бөлінген 13-тің квадраты. Сонда 1 минус 25 бөлінген 169. 169 ортақ бөлімі 169-ға минус 25-ті азайт. Сонда 144 бөлінген 169. Ол 12 бөлінген 13-тің квадраты. Сонда бізде косинус альфа тең 12 бөлінген 13. Енді қарайтын болсақ, бізде А-ның мәні бізде 90-нан жоғары дейді, бірақ 180-нен кіші. Біз есімізге түсіргендей дөңгелекте бұл мән бізде минусты береді. Сондықтан бұл жерде А косинус А-ны біз деген минус 12 бөлінген 13 деп қарастырамыз. Енді тангенсті табатындықтан синус А-дағы мәнді бөлеміз косинусты мәніне. 13 пен 13 қысқарады. Сонда бізде шығатын жауап минус 5 бөлінген 12. Яғни біздің жауабымыз Б-ға тең. Есеп бізде синус 2х қосылған косинус 4х тең минус 2 деп берілген. Яғни бұл жерде біз теңдеуді шығаруымыз қажет. Тригонометриялық функциялар көбінесе бізде деген осы мәндерге ие бола алады. Яғни минус 1 мен 1-дің арасындағы мәндерге ие бола алады. Осыны жаттап алуымыз керек. Сондықтан мысалы синус 2х бізде тек минус 1 мен 1-дің арасындағы мәндерге ие бола алады. Және де косинус 4х те минус 1 мен 1-дің мәндеріне ие бола алады. Осы мәндер бізде деген минус 2-ге тең деп жазылып тұр. Осы жердегі қарастыратын болсақ, осы мәндерден біз деген осы минус 1 мен 1-дің арасындағы мәндерден x-ті табу керекпіз. Содан кейін барып, оларды бір-біріне қосып минус 2-ге теңестіреміз. Алдымен сонда синус 2х дегеніміз бізде минус 1-ге тең деп қарастырайық. Сосын косинус 4х минус 1-ге қарастырайық. Бұл жерде біз тек минус 1-ге қарастырып тұрмыз. Өйткені бізді екеуін қосқанда минус 2 мән беріп тұр, яғни теріс мәнді беріп тұр. Сондықтан бұлар теріс мәнге ие болуы қажет. Осыдан синус 2х минус 1-ге тең болса, бізде синус 2х синус қай кезде минус 1 мәнге ие болады. Яғни пи бөлінген 2-ге минус пи бөлінген 2 қосылған 2πn. Мына жерде 2х болып тұр. Сондықтан 2 бізде бер жақ бетіне шығады. Сонда 2 мына жаққа шықса 2-ге көбейтеміз. А мына жерге шыққанда pn бөлінген 2. Сонда мына жерде pn қалады. Ал косинус 4х минус 1. Косинус бізде пи мәнде минус 1-ге тең бола алады. Сондықтан бұл жерде пи қосылған 2πk кесілген дәреже. Енді мына жерде 4х қалып тұр. Сонда пи бөлінген 4 қосылған πk бөлінген 2. Ендігі бізде осына 2 мән шығып тұр. Осы мәндерді біз деген ортасындағы мәнді табып, ответтерді табу қажетпіз. Яғни бұл жерде біз деген вариант ответтердің мәндеріне қарау керекпіз. Сол кезде біз қай ответ дұрыс болатынын біле аламыз. Мысалға, А вариантын қарасақ,
Бұл жерде А варианты 3π бөлінген 4 қосылған πn бөлінген 2-ні беріп тұр. Бізде бұл мән дұрыс бола алмайды. Өйткені бұл жерде π бөлінген 2 мәнін беріп тұр. Ал біздің шешуімізде π мәні шығып тұр бұл жерде. Сондықтан А варианты дұрыс емес. Ал Б-ға келетін болсақ, бұлда 3π бөлінген 4 қосылған πn беріп тұр. Бұл ответ бізде келіседі. Өйткені біз деген шеңберді сызатын болсақ, π4 деген мына 0, мынау π бөлінген 2. Осы жерлерде бізде деген π бөлінген 4 мәнін береді. Яғни π бөлінген 4 бізде ол деген 45 градус болып тұр. Сондықтан осы жер 45 градус, ал 3π бөлінген 4 бізде ол деген 135 градусты береді. Сол айналып келгенде бізде деген мәніміз. Сондықтан 3π бөлінген 4 бізде жауап бола алады. Есеп. Бұл келесі есепте бізде косинус альфа қосылған косинус 2 альфа қосылған косинус 3 альфа өрнегі берілген. Осы жерде бізде деген сәйкестендіру керекпіз. Яғни альфа 0-ге тең болғанда, альфа 90-ға тең болғандағы өрнектің мәнін табу қажетпіз. Ендігі альфа 0-ге тең болғанда осы өрнекті шешіп қарайық. Яғни косинус 0 қосылған косинус 2 көбейтілген 0 қосылған косинус 3 0. 3 көбейтілген 0. Біз білеміз, косинус 0-ге тең болған кезде бізде 1-ге тең. Сонда 1 қосу 1 қосу 1 бізде 3 мәнін береді. Ендігі альфа бізде 90 градусқа тең болса, сонда косинус 90 градус қосылған косинус 2 көбейту 90 косинус 3 көбейту 90. Есепті шығаратын болсақ, косинус 90 градус бізде 0-ді береді. Ал косинус 2 көбейту 90 бізде ол 180 градус. 180 градуса косинус бізде минус 1-ге тең. Ал косинус 3 көбейту 90 бізде ол 270 градус. 270 градус бізде 0 мәніне тең. Сонда бізде шығып тұрған сан минус 1. Ендігі жауаптарға қарайтын болсақ, бізде альфа 0-ге тең болса, өрнегіміздің мәні 3-ге тең. Ал 90-ға тең болса, өрнегіміздің мәні минус 1-ге тең. Сонда бірінші ответ А кезінде 3-ге, Б кезінде минус 1-ге. Сонда біздің жауабымыз бірінші вариант және төртінші вариант. Синус x қосу косинус x түбір асты 2 деген мән беріліп тұр. Осы жерде есепті шығарып көрейік. Бір формуланы білеміз, яғни синус квадрат x қосылған косинус x бізде деген косинус квадрат x 1-ге теңді. Ал бізде тек синус x қосылған косинус x-ті берілген, яғни бұл жерде квадраттардың орнына, сонда бізде шығып тұрған жауап 1 қосылған 1 қосылған 1 тең түбір асты 2-ді. Осы форма есептің мәні бойынша. Сонда бізде көріп тұрғанымыздай синус x қосылған косинус x бізде түбір астына 1 квадрат қосылған 1 квадрат мәнін береді. Ендігі бұл өлшемді ыңғайлы қылу үшін біз осы теңестіріп көрейік. Мысалға, синус x қосу косинус x-ті біз осылай жазуымызға болады. Синус x, астына түбір асты x қосылған 2 көбейтілген косинус x түбір асты x. Түбір асты 2. Көріп тұрғанызда, мына жерде түбір асты 2 мен түбір асты 2-ні қысқарып жүрсек, бізде синус x қосылған косинус x-ті береді. Сондықтан бұл өрнектер бір-біріне тең. Ал білеміз, біз синус x деген бөлінген түбір асты 2 бізде деген синус x қосылған π бөлінген 4-ге тең. Сондай-ақ косинус x түбір асты 2 косинус x қосылған π бөлінген 4-ті береді. Өйткені бізде косинус π бөлінген 4 бізде түбір асты 2 бөлінген 2. Сондықтан бізде осы мәнге ие болып тұр. Сонда синус x
қосу косинус x бізге тең бола алады. Түбір асты 2 көбейтілген синус x қосылған пи 4. Өйткені біз манағы жазғандай, біз бұл жерде осылай жазған едік, яғни түбір астындағы 1 квадрат қосылған 1 квадрат тең бізде түбір асты 2-ге. Бұл дегеніміз бізде синус x қосылған пи бөлінген 4 1-ге тең мәнін береді. Сол себепті біз егерде біз түбір асты 2-ні 1-ге көбейтсек, түбір асты 2 шығады. Ал 1 бізде синус x қосылған пи бөлінген 4-ге тең. Сондықтан біз осы мәнді жаздық. Өйткені бізде түбір асты 2-ні 1-ге көбейтсек, өзінің мәні шығады. Яғни, осы жерден қарастыратын болсақ, синус x қосылған косинус x бізде түбір асты 2-ге тең. Осыдан біз аламыз түбір асты 2 синус x қосылған пи бөлінген 4 тең түбір асты 2-ге. Сонда бізде шығады синус x қосылған пи бөлінген 4 тең 1-ге. Синус y бізде деген 1-ді беретін болса, ал бізде y деген x қосылған пи бөлінген 4 мәнін беріп тұр. Сонда y бізде пи бөлінген 2 қосылған 2pn мәнін береді. Өйткені мысалға бізде көретін болсақ, 90 градуста бізде деген синус пиді беріп тұр. Сондықтан бізде y деген пи бөлінген 2 қосылған 2pn. Ал мына жерде бізде y деген x қосылған пи бөлінген 4-ті беріп тұр. Осы екеуін теңестіретін болсақ, x қосылған пи 4 тең пи бөлінген 2 қосылған 2pn. Мына жерде x-ті табу үшін пи бөлінген 2 минус пи бөлінген 4 қосылған 2pn шығады. Пи бөлінген 4 қосылған 2pn. Сонда біздің жауабымыз бұл есепте C варианты. Бізде сөйлемді аяқтаңыз дейді, яғни котангенс функциясының анықталу облысын табайық. Котангенс функциясы облысын табу үшін котангенсті есімізге түсірейік. Котангенс бізде косинус альфаның синус альфаға бөліндісін береді. Осы жерде біз көріп тұрғанымыздай котангенсті табу үшін синус альфа бұл жерде 0-ге тең болмауы керек. Өйткені бөлшек астында бөлшекте 0-ге бөлетін болсақ, онда бізде жауап табылмайды, өйткені біз 0-ге бөле алмаймыз. Сондықтан бұл жерде синус альфа 0-ге тең болмауы қажет. Ендігі синус альфа 0-ге тең болмауы үшін біз деген қай кезде синус альфа 0-ге тең болатынын есімізге түсірейік. Егер альфа бізде деген 0-ге тең болса, синус альфа бізде 0-ге тең. Сондай-ақ пиға тең болған кезде 0-ге тең. Және 2π, 3π, солай кете береді де. Сонда біздің жауабымыз болады синус альфа тең 0-ге, егер альфа pn ға тең болса. Өйткені pn дегенді, мысалы, n деген кез келген сан, мысалы, n-ге 0 қойсақ, бізде альфа 0-ге тең болады, 0-ге тең болса, синус 0-ге тең болады. n-ге 1-ді қойсақ, 1pn, пи-ді синус пи 0-ге тең, 2π-ді синус пи 0-ге тең, 3π-ді солай 0-ге тең болып кете береді. Сол себепті біздің анықталу облысымыз pn-нан басталады. Ендігі бұл жауаптардан қарасақ, C мен D дұрыс жауап бола алмайды. Бізде қалып тұрғаны B және A варианты. Көргенімізде, мына жерде P бөлінген 2 қосылған PN деп тұрды. Бұл жердегі біз деген мәнді қоятын болсақ, мысалы 0 қоятын болсақ, P бөлінген 2 қалады. P бөлінген 2-де бізде синус P бөлінген 2-де мән 1-ге тең болады. Сондықтан бұл жерде дұрыс болмайды. Ал мына жерде пи қосылған pn-ді көріп тұрмыз.
пи қосылған пи n-ді, мысалы n 0-ге тең болатын болса, яғни пи қосылған пи n, осы жерде n 0-ге тең болатын болса, бізде қалып тұрғаны пи, ал пи бұл жерде n-ді 1 деп алатын болсақ, 2 пи, солай кете береді. Яғни біз синустың орнына, альфаның орнына пиді қойсақ 0 болады, 2 пиді қойсақ 0 болады. Осы жерде біздің варианттардың ішінде B варианты жауапқа толық келе алады.